оянып, құстардың дауысы шығып, бұл қандай жыл мезгілі деп ойлайсыңдар? Көктем мезгілі, дұрыс айтасыңдар. Болса барлығымыз жиналып, атамыз бен әжеміздің қалын біліп келейік. Сәлеметсіз бе, әже? Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, келіңдер, төрлетіңдер, дастарханға жайғасыңдар. Рахмет. Ой, балапандар, өркендерің өссін, бақытты болыңдар. Бүгін сендердің келетіндеріңді сезгендей, ыстық бауырсақ, қымыз дайындап қойған едім. Рахмет, әже. Атамыз қайда? Атамыз көрінбейді ғой. Атаң немересімен өріске кеткен еді, қазір келіп қалар ол. Амансыңдар ма, балаларым? Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе, ата? Қалдарыңыз қалай? Сәлем берді келінім, жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Жақсымыз. Қайдан жүрсіңдер? Біз бүгін ата ауа райы жақсы болғасын, сіздерге әжекелеріңізге қонаққа келген жайымыз бар. Және де ауылды жерге келген соң, мына балаларды ертіп әкелдім. Мына балаларға асық ойын ойнатайын деп едім. Жақсы. Біз де мына жерде әжелерің екеуміз асықты реттестіріп отырған жайымыз бар. Отыра ғой немерем. Тамаша балалар. Әкел әжесі асықтарды реттеген. Тамаша. Асық ойнауға келген екенсіңдер. Біріншіден, асықтар қайдан алынады балалар? Тамаша. Ал бұл үлкен асықты не деп атаймыз? Тамаша, өте дұрыс балалар. Үлкен асықты сақа деп айтамыз. Біледі екенсіңдер ғой. Балалар, сендер ұлттық қандай ойындар білесіңдер? Тамаша. Ақылды бал екенсіңдер, ойынның барлық түрін біледі екенсіңдер, жарайсыңдар. Олай болса келін шырақ, осы асықтарды саған табыстайын. Балаларымды ойын ойнат. Рахмет ата сізге көп осы асықтар үшін. Енді бұл асықтармен балалар біз ойындар ойнайтын боламыз көптеген. Ең бірінші ойын бізде ол қанталапай ойынын ойнап көрейік. Ата, сіздерге тағы да бір сұрақ. Осы қанталапай ойыны туралы бізге бір ақпарат бере кетсеңіз. Айтайын балаларым, қанталапай ойыны ежелден келе жатқан ұлттық ойындардың бірі. Балалар, қанталапайды 21 асықпен ойнаймыз. Балалар, жаңа бізге ата айтып өткендей, қанталапай ойыны ата-бабаларымыздан мұра болып келе жатқан ойынның бір түрі. Қанталапай ойыны 21 асықпен ойналады екен. Оның ішінде бізде қызыл асық болады. Ол қызыл асықты хан деп атайды. Осы ойын ойнаған кезде балалар, бізде көзіміз мына хан асығында болуымыз керек. Егер де хан асығы алшы түссе, талапай деп асықты жинап аламыз, балалар. Егер де бүк түссе, хан асығы, онда ойынды біз жалғастырамыз. Ойынның шарты түсінікті ме? Ал енді балалар, олай болса ойынымызды бастаймыз. Талапай, табылды ойын, алақай. Енді осы хан асығы кімге түсті, сол ойынды аралай жалғастыратын болады. Шапағатқа түсті, яғни шапағат ойынды аралай жалғастырады. Ойынды жалғастырмас бұрын біз мына асықтарды тізбектеп қойып шығамыз. Тізбектеп тигізуіміз керек, балалар, біз қанталапай ойынын ойнап көрдік. Қане, алақандарына салып ашыңдар, кімде қанша асық бар екенін қарап шығайық. 2 асығы бар балалар бізде жеңімпаз атанады.